Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте оңай, қол жетімді заттардан дайындалатын хит пирогтардың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де менімен бірге жасап, бағасын беріп кетіңіздер. Сәлем құрметті арулар, 8 түрлі хит пирогтың тестасын дайындайтын боламыз. Барлық пирогқа осы қамыр жарай береді. Ең алдымен ерітілген сары майымызды ыдысымызға құямыз және оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, құмшекерімізді саламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз, яғни ұнымыз бен разрыхлителімізді араластырамыз. Ыдысымызға құйылған сары майымызды, жұмыртқамыз және құмшекерімізді вилканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ ингредиентімізді, ұнымызды салып, қолымызбенен жұмсақ етіп қамырлейміз достар. Артық ұн қоспаңыздар, артық ұн қосатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Қамырымызды салафанға салып, холодильникке 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Ең керемет пирогтардың бірі. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді және какаомызды саламыз. Және де ванилинімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды және жұмыртқамызды, қаймағымызды саламыз. Қолымызбенен қамыр илеп шығамыз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді салафанға салып, холодильникке 10-15 минутқа қалдыра тұрамыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Вареный сгущенкамызға арахисімізді саламыз, араластырып аламыз. Қамырымыздың кішкене бөлігін алып қаламыз. Қазір бетіне оформление жасау үшін. Енді ыдысымызға қамырымызды қойып, қолымызбенен бір келкі етіп, әдемілеп жайып шығатын боламыз. Қамырымыздың үстіне алдын ала дайындалған начинкамызды саламыз. Және барлығын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Бетін сәндеу үшін жаңағы кішкене алып қалған қамырымызды кукурузный крахмалдың көмегімен жайып аламыз. Және бетіне осылай сетка тәрізді етіп, әдемілеп қойып шығамын. Сіздер бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша оформлениесін жасасаңыздар болады. Гүл тәрізді етіп, әртүрлі формада қойсаңыздар болады. Және 170 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің тестамыз піссе, пирогымыз пісті деген сөз. Осымен біздің сникерс пирогымыз дайын. Ең сүйікті ягодный пирогты дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Қаймағымыз 20%-дан төмен болмауы қажет. Оның үстінен құмшекерімізді салатын боламыз.
Және кукурузный крахмалымызды саламыз. Ванилинімізді саламыз. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанынша араластырып шығамыз. Осылай ірілеп туралған құлпынайымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырымызды ыдысымызға жайып аламыз. Және оның үстінен дайын болған начинкамызды саламыз. 170-180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Бөлме температурасында 2 сағатқа суытып, холодильникке 3-4 сағатқа салып қоюымыз қажет. Сол кезде начинкасы өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Банафи пай пирогын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға қамырымызды қолымызбенен жайып аламыз. Және вилкамыздың көмегімен осылай тесіп, 170 градус пешімізде 10-15 минуттай сарғайып піскенше пісіріп алатын боламыз. Коржымыз пісіп шығам дегенше кремін дайындайтын боламыз. Сливкиімізге құмшекер немесе сахарный пудрамызды салып араластырамыз. Өзінің формасын сақтап тұрғанша араластырып тұруымыз қажет. Егерде творожный сыр бар болатын болса, творожный сырды салсаңыздар, креміңіз формасын өте жақсы ұстайтын болады. Біздің қамырымыз осылай пісіп шықты. Келесі үстінен вареный сгущенкамызды жағатын боламыз. Қою түрін пайдаланыңыздар. Сұйық түрін алмағандарыңыз дұрыс. Енді үстінен осылай бананымызды орналастырып шығатын боламыз. Дайын болған кремімізді осылай сепсеңіздер де болады. Немесе вупи пайдыңқы сияқты қылып істесеңіздер де болады. Біздің үйдегілер кремді қатты ұната бермегендіктен осылай аз септім. Осымен біздің банафи пайымыз дайын. Осымен біздің өте оңай, қолжетімді заттардан дайындалатын, дәмі сондай ерекше болып шығатын пирогтарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.